Былтыр елімізде кезектен тыс президент сайлауы өткен еді. 2015 жыл 26 сәуір. Бұл күні 10 мыңға жуық сайлау учаскесі жұмыс істеді. 9,5 миллион адам дауыс берген. Нәтижесінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылардың 97,75% дауысын жинады. Айта кетейік, еліміздің ең ірі саяси додасына Кәсіподақтар Федерациясының басшысы Әбілғазы Құсайынов Қазақстан Коммунистік халықтық партиясының атынан Тұрғын Сыздықов та бақ сынаған болатын. Олжас, 2015 жыл тағы да бір тарихи сәтпен есте қалды. Араға 14 жыл салып, тағы бір Қазақстан азаматы ғарышқа сапар шекті. Мен ол кісімен тілдескен журналистердің қатарынанмын. Тағы бір ғарышқа ұшуға дайынсыз ба деп сұрағанда, қажет деп тапса, дайынмын деп жауап қатқан еді. Айта кетейін, сәтті сапар соңында оған халық қаһарманы атағы берілген еді. 2015 жылдың 9 қыркүйегі ғарышкер Айдын Айымбетов, ресейлік астронавт Сергей Волков және де еуропалық әріптесі Андрес Магенсен Байқоңыр ғарыш айлағынан космосқа ұшты. Айта кетейік, бұған дейін ғарышты 1991 жылы Тоқтар Әубәкіров бағындырған еді. Ал 1994 жылы Талғат Мұсабаев та шықты. Айдын Айымбетов Қазақстан тарихында ғарышқа ұшқан 3-ші ғарышкер. Олжас, еліміздің медицина саласына көңілің толады ма? Шыны керек, дәрігерлерге жиі жүгінбеймін, бірақ біршама өзгерістер болып жатқанын бақылап отыруға тырысамын. Айтқым келгені 2011 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2011-2015 жылдарға арналған саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы жарлыққа қол қояды. Мемлекеттік маңыздылығы жоғары бағдарлама арқасында елімізде ана мен баланың өлімі біршама төмендеген. Бүгінде республика бойынша 262 перзентханада 4 мыңға жуық акушер-гинеколог қызмет етеді. 5 жыл ішінде перзентханаларда жаңа зертханалар ашылып жабдықталуда. Тіпті елімізде тұрғындардың өмір сүру ұзақтығы 4,4 жасқа ұлғайып 72-ге жеткен. Күні кеше еліміздегі атышулы қылмыстық іс туралы айтып едік. Дәл осындай жағдай 2015 жылы қайталанады. Шекарада емес, Астанада өтуі тиіс халықаралық көрменің былығы ашылды. 2015 жылы Астана Экспо 2017 компаниясының басқарма төрағасы Талғат Ермегияев қамауға алынды. Оған Экспо құрылысына бөлінген бюджет ақшасын ірі көлемде жымқырды деп айып тағылды. Тергеу мәліметінше Ермегияев пен оның сыбайластары 10 миллиард 200 миллион теңге ұрлаған. Оның 4 миллиардтан астамын Ермегияев қалтасына басыпты. Онымен қоса сыбайластарды абақтыға қамалды. Бұл іскен нүкте бір жыл өткенде ғана қойылады. Үкімнен есеңгіреген айыптылардың жақындары тілшілермен ұстасып қалған еді. Уберите вообще камеру. Вы людское горе только, зарабатываете.